Саған опасыздық жасаған кезде және сіз ештемеге қарамастан бұл адаммен сөйлескіңіз келіп, оған тек бақыт тілесеңіз, онда сіз әулие немесе ақымақсыз. Қажетсіз нәрселерді сатып алсаң, қажетті затыңды сатып та жіберетін боласың. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Ең жақсысы, басқалар сенің қолыңнан келмейді деп ойлаған істі ақырына дейін жеткізу. Білген дәлелдемейді, дәлелдеуші білмейді. Барлығын қуған адам әдетте ештеңе алмайды. Ешқашан қателеспеген адам ешқандай жаңа нәрсені істеуге әрекет етіп көрмеген. Егер біреу сені ренжіткісі келсе, ол үшін одан да жаман. Махаббат пен достық бұл сатқын мен сатқындыққа төтеп беру керек. Интрига адамның сенім басқарады, сондықтан әрқашан сатқындық сияқты иіс шығады. Бас тарту сатқындықтың ең нәзік түрі. Бір нәрсені өзгерткіңіз келсе, батыл болыңыз. Бір нәрсені өзгерту мүмкін болмаса, шыдамды болыңыз. Қай кезде батылдық, қай кезде шыдамдылық қажет екенін білу үшін дана болыңыз. Қателік жіберіп, оны мойындауға және түзетуге батылдығы жететін адам құрметке лайық. Өмірде барлығы уақытша. Егер барлығы жақсы болса, рахаттан. Өйткені ол мәңгілікке созылмайды. Егер бәрі жаман болса, алаңдама. Бұл да мәңгілікке тұрмайды. Өзіңізге опасыздық жасамаңыз. Өмірде мүмкін емес нәрсеге қол жеткізгісі келетінін айтатын адамдар көп. Ешкімнің армандарыңызды бұзуына жол бермеңіз. Әдептілік ештеңеге тұрмайды, бірақ көп нәрсе әкеледі. Сөз күміс, үнсіздік алтын. Өмірге ешқашан өкпелеме, өйткені достарыңды ренжітесің. Жауларыңды қуантасың, ал өзіңе көмектеспейсің. Дүниесі көп адам бақытты емес, қолындағыға қанағат ете білген адам бақытты. Ең қиын жолдарды таңдаңыз, бәсекелестерді кездестірмейсіз. Балаңды тәрбиелемей-ақ қой, себебі ол сенің істегеніңді қайталайды. Өзіңді тәрбиеле. Жетістікке жеткен адамдарда қорқыныш, күдік, қобалжу бар. Тек бұл сезімдер өзін басқаруға жол бермейді. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Қирататын уақыт, қалпына келтіретін уақыт, үнсіздік сақтайтын уақыт, сөйлейтін уақыт. Арақашықтық шын сүюді үйретеді. Егер сізге мен оны кешірмеймін деген ой келсе, сізді де талай рет кешіргенін есіңізге түсіріңіз. Еркіндік дегеніміз өзіңді ұстауда емес, өз-өзіңді бағындыра білуде. Өзгенің қуанышына қуана білетін адамның өзі де бақытты. Біреуге деген ренішіңізді ішіңізде сақтамаңыз. Ол өзіңізден басқа ешкімге зиян келтірмейді. Әлемдегі ең дана құс жапалақ, бәрін естиді, бірақ сөзге жоқ. Көп есткен сайын аз сөйлейді. Әттең, дәл осы қасиет адамдарға жетпейтіні рас. Бақыттың дәмін сездірмейтін үш нәрсе. Өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күніңе шүкіршілік етпеу. Саған ашумен дауыс көтерген адамға сен дауыс көтермей-ақ қой. Сонда өзіңді де, оны да үлкен бәледен құтқарасың. Есіңде болсын, адамдардың сыртынан не істесең де, мұның бәрін Құдайдың көріп тұрғанын ұмытпа. Біз қалағанымыздың бәріне қиындықтарсыз жеткіміз келеді. Бірақ ең мықты емен ағашының өзі қатты дауылдарға төтеп беріп, алмаздар да ең жоғары қысымда жарқыраған қалыпқа енетінін білеміз ғой. Таңертең ұйқыдан тұрғаныңда өзіңе мен не істеуім керек, ал кешке ұйқыға жатарда мен не істедім деген сұрақ қой. Өмір өзіңді табудан емес, өзіңді қалыптастырудан тұрады. Егер ішкі дүниең тыныш болса, сырт келбетің де нұрлана түседі.
Есіңде болсын, дәл қазір нені қалайтыныңды білмейінше жетістікке жете алмайсың. Эмоцияларымыз біраз уақыттан кейін басылады, ал оның істегендері көпке дейін ұмытылмайды. Егер жүрген жолың қиындық тудырып жатса, демек сен жоғарыға шығып бара жатырсың. Ал оңай болса, демек төменге құлдилап бара жатырсың. Өмірдің 3 шарты. Егер алға қадам баспасаңыз, орныңыздан тапжылмайсыз. Білмегеніңізді сұрамасаңыз, жауабында алмайсыз. Ойыңыздағыны жасап көрмесеңіз, алға қойған мақсатыңызға жете алмайсыз. Әлемдегі адамдар өмір сүретін ең жаман түрме, өзгелер не ойлайды деген пікірден қорқу. Өзгенің қалауына бола, өзіңізді өзгертудің қажеті жоқ. Дәл сол сияқты, біреу аяқ киіміңізді басып кетсе, сіз аяғыңызды ауыстырмайсыз ғой. Егер перзенттеріңіз жақсы адам болып өсуін қаласаңыз, онда оларға қазіргіден 2 есе көп уақыт және қазіргіден 2 есе аз ақша жұмсаңыз. Жоқ деген сөзді айтып үйрену арқылы көпке ұнамай қаласыз. Бірақ адамдар сізді құрметтей бастайды. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.